Hey, қалайсың? Проникит каналына қош келдің. Бұл видеода мен саған қалай YouTube'тың канал ашатынын және ашу барысында жіберуге болмайтын қателіктер туралы айтып кетемін. Видеода не болатыны түсінікті деп ойлаймын. Көп созбай бастаймыз. Алдымен бізге Google аккаунт керек, яғни Gmail аккаунт. Google аккаунт ашу үшін white кнопкасын басамыз. Егер осындай парақша ашылса, сменить аккаунтты басамыз. Другие варианты. Создать аккаунт. Терезелерді толтырамыз. Яғни сенің атың, тегін, создать новый адрес. Gmail аккаунт аты, парольді қайтадан жазамыз. Туған күнін, айын және жылын, жынысын және телефон номерін. Барлығы дұрыс екенін тексеріп шығып, далее басамыз. Google ережесіне толықтай танысып, принимаю кнопкасын басамыз. Телефон номері өзіңізге екенін дәлелдейміз. Перейти к сервису YouTube. Аваны басып, мой каналға кіреміз. Создать канал. Осы аккаунтты пайдаланып, творческая студияға кіреміз. Настройки YouTube'ға кіреміз. Создать канал басамыз. Каналға ат ойлап табамыз. Каналға қалай ерекше аттауға болатынын және қоюға болмайтын аттар туралы мына видеода толықтай түсіндірдім. Сілтемесі астында. Сол видеода осы сайттың сілтемесін тастап кеткен болатынмын. Осы сайт арқылы ат табамыз. Установить кнопкасын басып, тип генераторда 3-ті таңдаймыз. Генерировать етеміз. YouTube'да мұндай ат кездеспейтініне көз жеткізіп алып, осы атты жазамыз. Создать кнопкасын басамыз. Телефон номер арқылы робот емес екенімізді дәлелдейміз. Мінекей YouTube канал дайын. Әрмен қарай авармен шапка жасап, каналды әдемілейміз. Қалай қарапайым бірақ әдемі аватарка және шапка жасау керектігін осы видеода көрсеткен. Сілтемесі астында. Осымен болды. Егер сұрақтарым болса, комментарийға жазамыз. Видеоны осы жерге дейін көрсең, комментарийға YouTube канал деп жазып кет. Сол арқылы видеоны соңына дейін көргенімді және красавчик екенімді біле алам. Видео ұнаса лайк бас. Алдағы видеоларды үзіп алмай көру үшін каналға жазылып қоңырау шалыңыз. Келесі кездескенше қош, сау бол.